Сәлем баршаңызға. Бүгін біз дайын орамал тігетін боламыз. Яғни артында резинкасы бар, байланбайтын дайын орамал басымызға кие салатын. Бізге линейка, ручка керек, және үйде жатқан тұрған осындай орамал болса жарайды, осыны қолданамыз. Немесе хабар, немесе лен маталарын қолдансаңыз болады. Көп кетпейді, әрі кетсе бір 30 сантиметр болады шығын. Және бізге резинкаға қажет 7-8 сантиметрлік осындай. Сосын тарелка керек, диаметрі 20-24, және шашыңыз, түйетін шашыңыз үлкен болса арт жақтағы 28 диаметрі сондай тарелкалар алсаңыз болады. Бұл қазір арт жақтағы шаш тұратын домалақ жағын қиып алу үшін қажет. Тұрған ештеңе жоқ, шеті бар ғой, соны алайық. Бұдан қазір біз 48-дан 28 өлшеп аламыз. 28 өлшеп аламыз. Қазір біз өлшейміз 48-да. Бұл менде артығымен алып отқаным 28. Әрмен қарай осылай домалақсамыз шеңбер. Примерно осылай сызамыз енді. Дәл әп-әдемі қылып сызудың қажет жоқ. Примерно осылай сызамыз. Неқада 28 деп бұлай дөңгелетеміз. Сәл дөңгелетеміз. Көрініп тұр деп ойлаймын, осылай дөңгелетеміз, барынша басып салып жатырмын. Дөңгелетеміз қазір. Енді мына жағын қиып аламыз да, сосын қазір екінші жағына жатқызып бірдейлестіреміз. Резинкамыз алдық қой, резинка 9 сантиметр. Оны былай созамыз. Қай жерге дейін созылады, сол жерге дейін матамызды белгілейміз тарелканың астынан. Бұл қазір бізде резинка тұратын орын. Және жоғарыдан бастап есептеген кезде біз где-то міне 5 сантиметр алайықшы. Где-то мына жерден бастап 5 сантиметр алайық, сол осы жерден былай сызайық. Бұл жерге қазір біз резинка қондырамыз. Осы дәл осы жерге. Әрмен қарай сызамыз. Осыны қазір қиып аламыз. Әрмен қарай мына орамалымызды жамбына бірінші қиып алғанымызды және екінші тарелканы пайдаланып қиып алғанымызды бірінің үстіне бірін беттестіріп қоямыз. Айтпақшы, бұлардың орталарын табамыз. Мына жерге ручкамен сызып қойдым ортасын, және мынаның ортасын тауып бұнда ручкамен сызып қойдым. Соларды сәйкестендіреміз. Ортасы мен ортасын сәйкестендіріп, оң жақтарын бір-біріне қаратамыз, және осылай булавкамен түйрелейміз қазір. Мына астыңғы бөлігін біз қазір көрсетем осыны істейтін.
бұл жерге тимейміз, мына жерлерге түйрелемейміз, тек мына шетінен бастап түйрелейміз. Шетінен бастап осылай түйрелейміз. Тіккен кезде мына шетінен бастап 1 сантиметр бере отырып тігеміз. Жазға өзіңізге неше түрлі хб, лен маталардан тігіп алсаңыз болады, және бір түсті матадан тіккен неғұрлым әдемі көрінеді, классический болып. Немесе узорлары майда-майда пайдалансаңыз болады. Қараңыздар, енді мына астыңғысы менде ана бірінші қиып алған артық қалды, иә. Оны біз мына жерден складка жасасақ болады осылай. Ол сөйтіп артығымен болу керек, негізі өткені біздің арт жақтағы шашымыз қазір деген осы неге кіріп тұру керек. Мына біз жасап жатырмыз, оны домалақ қылып қиып алдық қой. Бұл біз шаш тұру үшін қиып алдық бұл жер. Соған байланысты мына жерде кең болу керек. Сосын әдемі болып тұрады да, ол құлпылдап складкасымен болса вообще әдемі болып тұрады. Міне 4-5 жерден складка жасадым. Бірдей қылып жасаймыз складкамызды. Екінші жағын дәл солай қайталаймыз. Міне мен бірге қосып тігіп, және әуерліктеп тастадым. Енді төменгі жағына резинка саламыз қазір. Манағы төменгі жағы, артық алғанымыз төменгі жағын. Енді сол жерге мына резинканы осылай салу керек. Ол үшін біз мынаны бүйтіп айналдырайық. Матамызды ішіне қарай. Осы жер кішкене қиындау болайын деп тұр. Мынау матамыз ішіне қарай до конца кету керек, жоғары қарай. Мына резинканың шетін ұстап тұрып, мынаны былай жауып шетін. Осылай әзірге булавкамен түйреп қояйық. Қазір тіккен кезде осыны осы жерге закрепка беріп, содан кейін былай қарай тігетін боламыз. Әзірге мына шет жағын тігеміз. Содан кейін резинканы өзімізге тартып алып, ұстап тұрып, мына жағына закрепка беріп, содан кейін резинканы үстінен тігіп тастасақ та болады. Тікпей-ақ қойсақ та болады. Әзірге осылай мына жағын және мына жағын тігіп алайық әзірге. Міне таптық, енді оны осы жерге мына жерін тігіп тастадық. Міне шиырлап, енді мынадай жерлерін, жаңағы біз әуерліктаған тіккен жер бар ғой, сол жерге резинка салуға болады, немесе жиырып тігіп жіберуге болады. Жиырып тігу арқылы тігіспен жиыруға болады. Бәрекелді, қандай әдемі дайын орамал шықты. Егер видео ұнаса, лайк басыңыздар. Каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп отырыңыздар. Сау болыңыздар.